Сәлем достар, бүгін бауыр тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге Жанар Баймұрат. Әдейі осындай бауыр, әдейі осылай ұсақ бөліктерге бөліп қойдым. Қазір блендермен езетін боламын. Қаласаңыздар, ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Содан соң жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған сүтімізді құйып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Содан соң ұнымызды қосып араластырып аламыз. Ең соңынан сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Осындай масса болады. Осындай табамызға майымызды жағып, осылай құйып, видеодағыдай пісіріп аламыз. Екі жағын. Біріншісіне ғана мен май жақтым, қалғандарына май жаққан жоқпын. Өйткені біздің қоспамыздың ішіне май қосылған, сұйық май. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Содан соң салмамызды дайындаймыз. Жуамызды осылай ұсақтап турап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Сәбізімізді майда үткіштен өткіземіз. Жуамызды 3-4 минут осылай қызартып қуырып аламыз. Сосын сәбізімізді қосып, тағы да 4-5 минут қуырамыз. Салмамызды суытып қоямыз. Енді тортымызды жинақтаймыз. Майонезімізді осылай ыдысқа жағып аламыз. Салмамызды салып, үстіне майонезімізді жағып, осылай біркелкі жинақтаймыз. Тортымызды осылай барлығын жинақтап аламыз. Содан соң қалауларыңызша әсемдеп аласыздар. Мен осылай жұмыртқамен әсемдеп алдым. Мінекей достар, біздің бауыр тортымыз дайын. Дәмі тіл үйіретін, жасалу жолы оңай. Бауыр тортымыз дайын. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Жанар Баймұрат.